Мен бір екі апам болды да, біреу нағашы апам және өзімнің апам. Өзімнің апам өмір сыланып қалған, бар жақсыны киіп қалған, өзіне тек қана жақсы киімдерді, жақсы тамақты ғана ішетін, өмірде бар жақсыны менікі деп ойлайтын кісі болатын, өте кербез болатын, бар жақсыны киіп, бар жақсыны ішетін. Келіндері онша ол кісіні жақтырмайтын, потому что ол заманда ондай әйелдерді ұнатпайтын және эгоистка дейтін. Мен бұл апам 96 жасқа дейін өмір сүрді, қайтыс болатын күні 3 күн бұрын мен өмірден өтемін, маған тамақ жасамасаңдар болады деді да, тек қана айран мен суды ішіп, іші өтіп, әдемі кетті өмірден. Ал менің нағашы апам қалай қайтты? Ол өмірде бүкіл адамдарға көмектесті, барлық адамдардың бойына кіре білді, өте ауыр жұмыстарды жасады, өзін ұмытты, балам деп, келінім деп өмір сүрді, өзін соңғы орынға қоя білді. Сондай апамыз, яғни өмірден қайтыс болардың алдында қан құсып, 3 ай төсек тартып, солай қайтыс болды. Сол себепті бұл жерде адамның тәні сенің қалай өмір сүргеніңді көрсетеді. Сен өмірде қалай өмір сүрдің, өзіңе қандай отношение жасадың, жалпы болып жатқан ситуацияны тяжело, қорқынышпен, ренішпен қабылдайтын болсаң, бұл тәнің ол нәрсенің бәрін қабылдайды. Қартайған кезде соның бәрі шығады. Особенно жан тапсыратын кезде.